Сүйікті қалам Сәтбаев. Қаланың күннен күнге көркеюі, гүлденуі және көрікті жерлері жайлы шағын виртуалды саяхат. Қаламызға көрік беретін бірнеше кешенді назарларыңызға ұсынып отырмыз. Мәңгілік ел. Отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткен асу. Сәтбаев қаласы кеншілердің қаласы болғандықтан, кеншілердің құрметіне арналып Кеншілер даңқы аллеясының аумағында ашық мұражай құрылды. Рухани келісім күні қарсаңында Достық үйі ашылды. Достық үйінде мәжіліс залы, әдістемелік кабинет, кітапхана, ана тілдерін оқытуға арналған кабинеттер жабдықталып, жұмысқа қажетті жағдайдың барлығы жасалған. Соңғы 2 жылда қаланың экономикалық дамуына құрылыс саласы маңызды үлес қосуда. Жаңа Нұрлы мекен, нөмір 6, нөмір 8 ықшам аудандарының құрылысы аяқталды. Жақында Исқұла су қайнары, су бұрқағы салынды. Бұл су бұрқақ мәңгілік су деген мағынаны береді. Сонымен қатар Бағдаршам сауда кешені салынуда. Ұлытау көшесі бойында шағын жібек жолы түйелер керуені мүсіндері орнатылды. Түйелер керуені қаламызға айтарлықтай көрік беріп тұр. Алдағы уақытта тұрғындарға демалатын шағын саябақ салу жоспарланған. Қаламызға көрік беретін осындай нышандар арқылы қаламыз күн сайын көркеюде.